смеется, тронулась умом. Комедийный жанр, выбор или жизнь кино. Поезда идут из детства в тихое депо. Я так выросла внезапно, грустно и смешно. Километры пешим ходом. Ассаламуалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін GSX Suzuki деген мотоциклдің таныстырымын жасаймыз. Қытайский мотоцикл. Жапондық деп ойлап қалмаңыздар, ұят болады. GSX Suzuki 200 күп. Қара мотормен, штанковый мотор, міне таза 200 күп. Мына жерде міне GSX деген логотиптері бар. Сосын кейін артқы багаждер бар. Багаждың мына жерін мықтап ұстап тұратын тағы бір темір бар. Бұл болмаса болмайды, мына темір болмаса багажник мықты болмайды. Сосын енді скоростар бұның. Айналма скорост, алдыға баса бересіз. 5-тен кейін скоросттан шығады. Кранигі мындай. Әдетте бұлай бекітіліп тұрады. Бұлай болса жаңағы бактегі бензиннің бәрін істету үшін осылай теңшейсіз. Ал бак толық кезде осылай төмен қаратып қоясыз. Бұл кезде жаңа бағыңызда бензин бітіп қалатын болса, бұл 15 километрге жүретін бензинді запасқа сақтап қалады, осылай жүрген кезде. Сосын кейін алдында бардошоктары бар, мына сияқты. Мына сияқты май, мына жерге чай, сусын бірдеңелерін сап қоюға болады мал бағып жүрген кезде. Ал дискісіне келетін болсақ, титанковый дискі, алдыңғы тормоз барабан, доңғалақ 318. Не, мына жерде жазуны, міне 318, дискі 18, покрашка 300. Нелер қалың, мына бұрташтар қалың, құмға арналған. Крыло балшыққа темір. Амортизатор әдеттегідей. Шырақтары міне. Осы сияқты әдемі. Сырты әдемі. Тұнық. Одан кейін алдында міне кішігірім багажник бар, және шырақтарды қорғайтын защита. Бұрылу шырақтары міне әдеттегідей. Сәнді бұрылу шырақтар. Міне қолдың мына жағында жаңағы пластмастан жаңа қолды қорғайтын, мына жердегі ручник киім осыларды қорғайтын несі бар. Айналарын салмадық, өйткені ол сатылып кеткен мотоцикл. Қазір басқа жаққа салғалы тұрмыз. Сондықтан айналары сынып қалмас үшін айнасын салмадық. Щиток міне мындай қарапайым щиток. Скоростты көрсетеді, бензин бактың бензинін көрсетеді. Не көрейік, шырақтарын жағып көрейік. Мындай көппен-көп болып жанады. Шырақ, міне алдыңғы шырақ, мына ұқсап жанады. Поворотниктер, міне бұрылу шырақтары мындай. Багымыз 9 литрлік бак. Сосын өзінің қытайский мындай сертификаттары бар міне. Скоростта тұр міне. От алдырып көрейік. Мынау жаңағы нелері. Күштер. Қара күштер. Мына жерде GSX деп жазғаны бар. Енді оның тепкісін айтуға болады. Тепкісі өте мощный тепкі. Оңай сынбайды, әдемі мықты орналасқан. Боковой темір. Сигналдан екеуі бар, қараңыздар, бер жағында біреу, ар жағында біреу. Сосын мына жерде воздух охлаждение бар бұда. Аяқ қойғыш моторға жабысып орналастырған. Енді жаңағы аяқ тормоз күштелдің үстінде міне. Тас қақпайды. Тас қағу деген қорқыныш жоқ.
багажниктер міне көрдіңіздер, осындай пружина, мына артқы пружиналар міне амортизаторы 2 пружинадан тұрады. Бақты спокойно 240 килограмм көтереді. Артқы балшық қағары пластмастан әдемі орналастырған, міне кең үлкен бостық бар, ортада үлкен бостық бар. Сосын септе защита бар, шынжырды қорғайтын жана қорғаныш темірлері бар. Ал артқы покрашканың үлкендігін көрейік қазір. Не 325-те 18, арты жуанырақ болады, арты жуан болады. Дискі 18, титанковый дискі 5 жұлдыз. Жалпы көрініш міне осылай. Дизайн енді сән. Дизайнда мін жоқ. Эконом класстағы жаңағы ең тиімді бағадағы мотоциклдер деп айтуға болады. Сапасы нашар емес. 4-5 жыл мінуге болады. Күтіп айдаған кісілерге. Енді күтпей жаңағы ыңыршағын шығарып мінген кісілерге ары кесе 2-3 жыл ғұмыры бар. Бірақ мықты мотоцикл іздеген кісілерге жаңағы бағасы тиімді мотоцикл іздеген кісілерге осы GSX болады. GS Suzuki дейді бұны. Тағы айтылмаған несі қалды. Мына жерде мына артықшылықты айтуға болады. Біз кей жағдайларда балшықтарда жығыламыз. Егер мынау болмаса рол майысып қалады, рол қабысып қалады. Мынаның болғаны дұрыс. Одан кейін мыналар таныстырып өтейін. Мынау маргайттайтын жаңағы. Бұны көрсетейік. Шырақ өшіп тұрған кезде де ананы бассаңыз, міне шырақты бүйтіп жылдатуға болады, маргайттауға болады. Ал мынау болатын болса шырақты алдыға және жерге түсіретін. Ал мынау пасостыққа. Пасосты осылай қайырып істетуге болады. Ал мынау бұрылу шырақтары, енді бұрылу шырақтары мынау. Бұрылу шырақтары. Енді мынау сигнал. Мына жағында мынау моторды айырып қосқыш, мотордың айырып қосқышы. Мынау жаңағы үлкен шырақты жағатын. Мынау ортасында тұрған кезде міне шырақ әлсіз жанады. Көрдіңіздер, міне мындай жанады. Енді қазір мына жаққа қояйық. Соңына қояйық үлкен шырақ. Үлкен шырақ жанады, міне күштірек. Моторға май құятын жері мына жерде, міне пластмастан, бұл барлық мотоциклде пластмас болады. Статоры осындай болады. Енді бұл мотоциклдің артықшылығы бұған бүкіл қытайский мотоциклдердің запчасы түседі, бір-біріне түсе береді ғой. Бірақ бұл GSX-тің оригинал запчастары өте көп болады. Өйткені бұл Қазақстан нарығында өте көп сатылатын, жылға 4000 дана сатылатын мотоцикл. Сондықтан осы сияқты мотоцикл алсаңыздар да өкінбейсіздер. Өйткені запчасы көп табылады. Одан кейін бағасы да тиімді бұның. Бағасы қатты қымбат емес. Өйткені ол нарықтағы мотоцикл біраз кісілер әкеледі. Сондықтан бір өз ойлаған баға қойып тастауға болмайды. Бұл кәдімгі конкуренті бар мотоцикл. Баға жағынан конкуренті бар. Егер осы мотоцикл қызықтырса, осы YouTube каналымызға жазсаңыздар болды. Комментарий жазыңыздар, инстада жазыңыздар. Бұл Moto Қазақстан инста парақшасы. 2021 жылғы GSX Suzuki.